Сәлем қыздар, бүгін фрикаделька қосылған сорпа дайындаймын. Ол өте тез, жылдам пісетін сорпа. Суым қайнағанша фарштан фрикаделька жасап қоям. Оған фаршыма 1 пияз, 2 сарымсақ, 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз бен бұрышын салып араластырып қоям. Ал енді фрикаделька жасау үшін ұнымды дайындап, қолмен формасына келтіріп, ұнға домалатып, осылай фрикадельканы жасап аламын. Мындай сорпа үйде кішкентай балаларыңыз болса, қарт адамдарыңыз болса, өте ыңғайлы және дәмді сорпа. Қайнап тұрған суға фрикаделькамызды салап, үстіне 3-4 картобымызды турап саламыз, бетін жауып қайнатамыз. Енді қуырамыз зажаркамызды, ол үшін 1 сәбіз, 1 пияз, 1 сарымсақ қосып, үстіне тұз бен бұрышын салып, және дәміне қарай петрушка болсын, укроп болсын, 1 кепкен шөптерді қосып, осылай зажаркамызды дайындап аламыз. Оны қайнап тұрған сорпаға құйып, үстінен кеспемізді саламыз, қайта қайнатамыз. Осылай піскеннен кейін осындай дәмді сорпамыз шығады. Ал енді ұнаса, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.